Сәлем достар, қайырлы күн. Ал мен мамыр айына арналған болжамымды ұсынатын боламын. Ал жалпы 30 сәуір күні солнечный затмение болады, күннің тұтылуы болады, сол кезде жаңа ай туады. Ол кезде кімде қандай өзгеріс болатынын мен өткен видеода түсіндіріп берген болатынмын. Ал енді осы мамырдағы болжамымды қабыл алыңыздар. 30 сәуір күні жаңа ай туады. Оны ұмытпаңыздар. Тоқты белгісіндегі адамдарға арналған болжам. 3 мамыр күні Венера сіздерге бірінші домға келіп тұр. Венера өткен мен видеоларда айтып кеткен болатынмын. Венера ақшаның, әдеміліктің планетасы. Сол себепті сіздерде танысу, келісімге келуге жақсы кезең. Ал Венера ақшаның және әдеміліктің планетасы болғандықтан сіздерге ақша келеді және бір әдемі болып жүресіздер. Собеседованияға барасыздар, жұмысқа тұрасыздар. Немесе некеге отыруға өте қолайлы. Одан кейін атақты боласыздар. Ал 10 мамыр күні Меркурий кері бағытта айналады, яғни ретро Меркурий деп аталады. Кері бағытта айналады. Бұл сіздерге 3-ші домға келіп тұр екен, яғни 3-ші дом бізде техниканы, машинаны білдіреді, туысқандарды білдіреді. Кейбір документтерді Меркурий жалпы ақпаратқа жауап бергендіктен кейбір документтерді басынан жасауға тура келеді сіздерге. Кез келген планета кері айналған кезде ешқандай операция жасатпағандарыңыз дұрыс. Бизнес бастауға болмайды. Жаңағы техника, жаңағы айтып өткенде техникасын алу мүмкін, немесе жоғалтып алуларыңыз ықтимал, сақ болыңыздар. Ал 11 мамыр күні Юпитер мен Венера бірге келеді екен. Жалпы мен айтқан болатынмын, Юпитер үлкен бақыт, ал Венера кіші бақыт деген планета. Үлкен бақыт мен кіші бақыт қосылған кезде өте үлкен, өте жақсы сіздерде оқиғалар болады. Үлкен немесе қомақты суммаға ие боласыздар, немесе үлкен махаббат келеді. Некеге тұрасыздар, балалы боласыздар. Мүмкіндіктер өте көп болады. Ал 16 мамырдағы айдың тұтылуы 8-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 8-ші дом ақшаның, басқа адамдардан түсетін ақшаны білдіреді. Адамдардан көмек келеді сіздерге. 8-ші дом әрі балалы болуды білдіреді. Сол себептен аяқ асты балалы болуларыңыз мүмкін. Ауырып жүрген адамдар да аяқ асты жазылады. Ал 23 мамыр күні сіздерге тағы да туысқандармен жиі араласу болады, шет тілдеріне қызығушылықтарыңыз артады, жолға шығасыздар, басқа үйге көшу туралы ой пайда болады. Ал 25 мамыр күні Марс 1-ші домға келіп тұр. Марс деген белгі, ол өте белсенді планета, ол алға қарай жылжитын планета. Сол себепті көптен тұрып қалған, қалдырып кеткен жұмыстарыңыз, істеріңіз болса, соны қолға аласыздар. Өте белсенді боласыздар. Ал 29 мамыр күні Венера 2-ші домға келіп тұр екен. 2-ші дом бұл ақшаның білдіреді. Өзіңіздің жұмыс жасаған ақшаңыз, айлығыңызды айтады. Айлық аласыздар, қосымша жұмыстан ақша түсетін болады. Ақша келеді және де махаббаттарыңызды кездестіресіздер. Себебі Венера планетасы бұл махаббатқа жауап береді. Ал 30 мамыр күні ай туады. Ол сіздерге 3-ші домға келіп тұр екен. Туыстарға, техникаға байланысты жаңалықтар болады. Жалпы 3-ші дом әрі машинаны білдіреді. Сатып алуларыңыз мүмкін, немесе сатуларыңыз мүмкін. Осы техникаға да байланысты бір жаңалық естисіздер. Көшу туралы тағы ой болады. Жаңадан курс сатып алуға өте керемет кезең. Жаңадан бір жақсы бір оқуларды бастауға өте жақсы кезең.
Менің енді сіздерге болжамым осындай. Ұнап жатса комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.